Бұрынғы заманда Шанжархан деген хан болыпты. Ханның 60 қатыны болса да, бір перзентке зар болыпты. Хан қайғысын сейілту үшін уәзірлерімен жиі аңға шығады екен. Бір күні хан нөкерлерімен аңға шыққанда, алдарына бір киік кенет тап болады. Хан нөкерлерімен киікті соңынан қуа жөнеледі. Садақтармен қанша атса да киік тигізбейді. Қашып келе жатқан киік тау қоршауында тұрып қалады. Ханға сонда нөкерлері: хан ием, қараңызшы, киіктің мүйізі ай тәрізді деп айқайлайды. Хан оған мән бермей: қоршаңдар, жібермеңдер, атыңдар дейді. Нөкерлері садақтарымен қанша кездесе де киікке тигізе алмайды. Сонда оған хан таңырқанып: киік кімнің жанынан өтіп кетсе, киікті сол адам ұстау керек, ұстамаса басын аламын дейді. Сонда киік ханның қарсы алдына жақындап келіп, көзіне тіке қарап тұрып, үстінен қарғып өтіп кетеді. Хан сонда: айтқаным айтқан, енді өзім қуып жетемін деп киікті қуып келе жатып, атының аяғы шалынып тасқа құлап есін жоғалтады. Есін жиса, бас жағында: тұрыңыз, басыңызды көтеріңіз деп айдай сұлу ару тұрады. Хан оған: сен кімсің, қайдан шыққан, қайдан жүрген жансың, атың кім деп сұрайды. Қыз ханға: осы маңда тұратын балықшының қызымын, атым Ханшайым дейді. Ханшайым деп ханның қыздарын айтады ғой дейді хан. Қыз: білмеймін, атымды атам қойыпты. Хан сонда: атаң қайда дейді. Әне, анау жарқабақтың астында. Хан: ал енді мені қуып келе жатқан киік қайда? Білмеймін, бәлкім атаң көрген шығар, атаңнан сұрап көрейік дейді хан. Атасы сонда: ор киіктің басыңнан қарғып өтуі, басыңа бақтың қонғаны, осы жерге жетіп жоқ болып кетуі, бақытыңды осы жерден ізде дегені дейді. Бұл жерден қандай бақыт іздеймін дейді хан. Сонда қыз ханға: сіз қайғыңызды сейілту үшін серуенге жиі шығасыз. Ол қайғы балаңыздың жоқтығы. Сен оны қайдан білесің дейді хан. Ор киік айтты дейді қыз. Хан: қайдағы ор киік? Әлгі сіз қуып келе жатқан ор киік дейді қыз. Хан сонда: сен оны көрмедім деп едің ғой. Түсімде көрдім. Сен патшаға бір ұл бір қыз тауып бересің деді. Иә, менің мұрагерім жоқ. Егер сен бір ұл бір қыз тауып беретін болсаң, сені жар етемін дейді. Қыз сонда: ұлымыздың аты зарлық, қызымыздың аты мұңлық болады дейді. Хан: оны да ор киік айтты ма деп сұрайды. Мен саған үйленем. Бір жылдан соң маған мұрагер сыйламасаң, мынау дарияға лақтырып жіберем дейді. Осы кезде артынан нөкерлері де қуып жетеді. Ханға: амансыз ба хан ием, мына адамдар қайдан шықты дейді. Хан: құлап жатқан жерімнен мені мына қыз құтқарып алды. Мен осы қызға үйленемін. Ол маған 9 айдан соң мұрагер бір ұл мен бір қыз тауып беремін деп уәде етті. Уәзірлер сонда: хан ием, бұл құдай емес қой, бұл барып тұрған сиқыр ғой, сиқыр дейді. Хан ашуланып: бас уәзір, той қамына кіріс. 3 күннен соң осы қызды дариямен алып келіңдер. Той алдында Ханшайымның шатырлары тігіліп, барлық жөн-жоралық жасалсын деп әмір етеді. Оны естіген бәйбіше: хан ием бізді қаралап тағы бір тоқал алмақшы. 60-ымыз бірдей бедеу емес шығармыз. Хан кінәні өзінен іздемей ме деп шамданады. Ал қыз перінің қызы дейді. Хан иемнің басын айналдырып сиқырлап тастаған. Егер ол бір ұл мен бір қыз тауып беретін болса, хан бізді бір жолата ұмытады. Бәріміз сол Ханшайымның күніне айналамыз деп арамдық ойластырады. Ханшайым солай қайық үстінде толқынмен ордаға келіп жетеді. Хан Ханшайымды күтіп алады. 60 әйел Ханшайымның қолын сүйсін деп бұйырады. Осылай Ханшайым жүкті болады. Ханшайымға: хан, мен осы жасымда нәресте дауысын естімеген едім.
Сен босанғанда қуаныштан жүрегім жарылып кете ме деп қорқамын. Менің кәрі жүрегім сондай қуанышты көтере алмайды-ау. Мен былай деп шештім. Уақыт таяғанда уәзірлерді ертіп аңға шығамын. Тұзды дөңнің басында шатыр тігіп, қуанышты хабарды сонда күтем дейді. Ханшайым, мені де өзіңізбен ала кетіңіз. Мен қорқамын, бәйбішеден, 60 әйелден бәрінен қорқамын дейді. Еш қорықпа, сенің қауіпсіздігіңді бас шақшы Шапқатқа тапсырдым. Жанында сенімді күтушің Мағрипа болады деп. Хан уақыт таяғанда тұзды дөңнің басына кетіп, қуанышты хабарды сонда күтеді. Ханшайымның босанатын уақыт сағаты жетеді. Толғағы басталады. Сол кезде 60 қатын мен бәйбіше баяғы арам ойларын іске асырады. Туылған 2 баланы алып, орнына 2 күшікті қойып қояды. Ханшайым, менің балаларым қайда? Дауысын естідім ғой деп 2 күшікті көргенде талып қалады. Бас сақшы шектен бәйбішені ханға апарып, Ханшайым бала орнына күшік тапты. Елге қарап етіміз болдық. Бұл сиқыр деп шағым айтады. Ашуланған хан Ханшайымды күшіктермен жыртқышаңдар мекендейтін қайтпас аралына апарып тастаңдар деп бұйырады. 3 бәйбіше туылған балаларды Мұстан кемпірді шақырып суға ағызып жіберуін бұйырады. Сол кезде баяғы оркейік келіп, нәрестелерді аман алып қалып, өзінің ақ сүтін беріп тау-тастың арасында асырайды. Ал Ханшайымды өзімен бірге ағызып жіберген күшіктері жыртқышаңдардан қорғайды. Бір күні хан ортасында мұңайып отырғанда, баяғы оркейік көзіне тағы көрінеді. Оркейік, тоқташы, сен мені неге алдадың деп соңынан тұлпарымен шаба жөнеледі. Оркейікті қуып келе жатып, қақпалы таудың алдында ашыл, мүлдем ашыл, дидарыңмен шашыл. Оркейік біздің анамыз, ақ сүт берген анамыз деп қақпалы тауға айтып тұрған қызды көреді. Қыз қақпалы тауға кіріп, есігі жабылады. Оны көрген хан, адамсың, перімісің дейді. Қыз сонда, адаммын. Адам болсаң атыңды айтшы. Ағам келмей атымды айтпаймын. Ағаң қайда? Ол алыс сапарда, мен соның жолын тосып жүрмін дейді қыз. Мұнда не қылып жүрсіңдер? Не қылып жүрген жансыңдар дейді хан. Анадан туған едік бір ұл бір қыз. Бейне бір қатар туылған 2 жұлдыз. 62 анамыз дұшпандықпен бізге жәбір қылыпты. Анамыздың мезгілі жеткен екен. Әкеміз алыс сапар кеткен екен. 60 қатын тілімен суға тастап, Мұстан кемпір дұшпандық еткен екен. Оркейік екеумізге ана болып, осы тауда күніміз өткен екен. Сонда хан, ойпырмай, есікті аша ғой қарағым, мен сенің әкеңмін, Шанжарханмын депті. Мен саған сенбеймін. Ағам келмей есікті ашпаймын. Ағаңның аты кім? Айтпаймын. Хан сонда, онда мен айтайын, ағаңның аты Зарлық, ал сенің атың Мұңлық емес пе? Анаңның аты Ханшайым. Сол кезде қыздың ағасы да оралып, ханға садағын кезеп, неғып жүрген жансың? Мен жоқтығымды біліп, қарындасымды ұрлағалы келдің бе? Айт шыныңды дейді. Хан сонда, мен осында оркейік алып келді. Хан балаға қарап тұрып, сен сонда Зарлықсың ғой. Мен сендердің әкелеріммін. Мен аналарыңмен табыстырған оркейік еді, сендерді де тауып берді. Алыс сапарда жүргенімде қара ниетті дұшпандар екеуінің орнына 2 күшік салып, сендерді суға лақтырып жіберіпті. Келші балам, маңдайыңнан бір иіскейін. Әкесі мен балалары табысқан кезде оркейік сол жерге аналарын алып келеді. Хан Ханшайыммен балаларымен табысып, ордасында ұлан-қасып той жасайды. Арам ойын іске асырған Мұстан мен бәйбішелерді Ханшайым 15 жыл қорлық көріп өмір сүрген аралына жібереді. Шанжархан мен Ханшайым Мұңлық пен Зарлық кешегі жағасында арыстан өткен екен деседі өмірі.